Жұма намазына дейін сауда-саттық орындап, жұма намазының уақыты кірген кезде азан айтылғаннан кейін саудаларын тоқтатып, базардағыны жабайы базар емес, қазір бәрі сауда орталықтарына көшіп жатыр. ол кісі саудаға шықса, әр жолында бір өзіндік адалдығымен, шыншылдығымен атқарып отырды. Толықтай уақыт қоры өздері салған, үлкен қылып, ішіндегі бүкіл түсетін арендасы бар, табысы бар, бәрін уақыт қорына тікелей өтеді. Әр түрлі жаңағыдай бір өзінің сапасыз затын дұрыс емес жарнамалап, оның да бойында жоқ бір сипаттарды, қасиеттерді қосып жіберіп жарнамалау бұл біздің жаңағы шариғатымызға қайшы. Кейде адамдар жалғыз емес, бірлесіп серіктес болып істеп жатады. Екі адам, үш адам, төрт адам бірігіп, бір кәсіп бастап жатады, бір сауда бастап жатады деген сияқты. Шынымен де қарасаң, әр адам уақып жасай алады екен. Қандай жасай алады? Мен түсінгенім бойынша, сауда істесе әділ болса, оның бір уақып еткен екен де, яғни исламға елдердің қызығып. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдармандар. Бүгін біздің тілге тиек ететін тақырыбымыз исламдағы сауданың орны мен оның әдебі турасында болмақ. Арнайы біздің қонақтарымыз бар. Олай болса, бірінші қонағымыз Ғибадулла Тарази мешітінің наибы Нұрлан Мұрат бауырымыз, және де Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы уақып қорының Жамбыл облысындағы өкілі Есет Тұрдыбайұлы. Ал олай болса, Нұрлан ұстаз бірінші осы исламдағы сауда-саттықтың орны турасында сөз қоссақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи алимул ғақибатул муттақин. Уассалату уассаламу ала расулина Мұхаммад ва ала алихи ва асхаби ажмаин. Ал құрметті көпшілік, құрметті Ержан имам, Есет имам. Мынау білесіздер енді өздеріңіз, жалпы біздегі сауда-саттық исламда көрсеткен адал нәпақа табудың жолдарының бірі. Сол үшін Алла тағала Құран кәрімде аятта Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тағала адал сауда-саттықты адал етіп, өсімқорлықты арам еткен деген аятты білесіздер. Сондықтан бұл сауда-саттық мәселесі біздің шариғатымызда өте өзіндік орны бар, адал кәсіп табудың бір жолы болып табылады. Ол басқа бір аяттарда, мысалы үшін Жұма сүресіндегі аятта сіздер мынау намаз өтелгеннен кейін жер бетінде таралыңдар да Алланың кеңшілігінен іздеп, адал нәпақа қылу үшін Алланың шексіз сарапатынан рызық несібелерін іздеңіздер деген аят. Яғни бұл да адам баласына, мұсылмандарға сол кездегі әсіресе осы жұма намазына дейін сауда-саттық орындап, жұма намазының уақыты кірген кезде азан айтылғаннан кейін саудаларын тоқтатып, кейін намаз аяқталғаннан кейін сол кәсіптерін ары қарай жалғастыруға итермелейтін бұйырған аят болып табылады. Енді сауда-саттықтың бұл тарихы негізі сол адам ата заманынан басталады дейді ғалымдарымыз. Өйткені адам ата кезінде сол жер бетіне келгеннен бастап мынау не дейді, егіншілікпен айналысқандығы, ол да енді өз кезегінде бір сауданың бір түрі есебінде болған. Одан кейін барлық пайғамбарлар өз кезегінде саудамен айналысқан, әртүрлі кәсіптер болған. Мысалы үшін Дәуіт пайғамбар темірді ұстасы болып, сол арқылы жаңағы құралдар, әртүрлі саймандар жасау арқылы күнін көрген сол арқылы. Бұл да енді бір сауданың түрі. Ал енді өзіміздің соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, ол кісі білесіздер пайғамбарлық келмей тұрып та саудамен айналысты. Сол кездердің өзінде өзінің адалдығымен, шыншылдығымен халықтың арасында кең таралып, Мұхаммад әл-Амин деген атқа ие болды. Яғни аманатшыл, сенімді деген атқа. Ол кісі саудаға шықса, әр жолында бір өзіндік адалдығымен, шыншылдығымен атқарып отырды. Сол үшін ол кісіні сонау сенімді ретінде алыс жерлерге, шет елдерге саудаға жіберіп отырды, білесіздер. Оны баршамыз тарихтан оқыдық, білдік. Сондықтан пайғамбарымыз өзінің хадисінде шыншыл әрі сенімді саудагер қиямет күнінде пайғамбарлармен, шыншылдармен және де мынау шахидтермен бірге болады деген. Бұл да өз кезегінде мынау сауда-саттықтың мұсылмандардың арасында ерекше бір орнының бар екендігін білдіреді. Енді осындай пайғамбарымыздың көптеген саудаға қатысты
мынау сахабаларына айтқан өсиеттері болмаса құран аяттарындағы саудаға қатысты көптеген аяттардың негізінде сахабалардың арасында осы сауда саттыққа деген құлшыныс пайда болды. Енді тарихта білеміз көптеген сахабалар, мысалы Әбу Бәкір, Абдурахман ибн Ауф, Осман, Зубайр сияқты кең үлкен сахабалар өте ауқымды саудамен айналысқан. Сол кездің қазіргі тілмен айтқан кезде ең бір ауқатты, ең бір ірі саудагерлер болды. Пайғамбарымыз Меккеден Мединаға қоныс аударған кезде ең алғаш болып, мынау білесіздер, мешіт салды. Одан бөлек осы мұсылмандарды саудаға баулу мақсатында базар салды деген бір көзқарастар бар. Және де базарды бір қызыға салған кезде қабірстанға жақын жерге салған дейді. Бұның да өзіндік бір себебі бар. Себебі адам дүниемен айналысқаннан кейін ақшаның буына кіріп кетіп, дүниенің буына кіріп кетіп, ұмытып кетуі мүмкін. Немесе жаңағы бір алдау, арбау, пендешілікке салынып кетуі мүмкін. Сол үшін қабірстанға жақын өзі жаңағы не салып тұрады, ой салып тұрады, үнемі ескерту болып тұрады. Осындай мақсатта пайғамбарымыз сондай бір не салғандығын енді тарихта айтылады. Енді осы жерде мына нәрсе ойға туындайды. Мынау осы сауда саттықтың уақыт түрлері қалай болады? Есет имам, саудада уақыт бар ма? Әрине бар. Мынау кейде мына Тараз қаласында бір жастар айтып жатыр, тренд болып жатыр да. Жүр барып қыдырып қайтайық десе, бәрінің айтатын жері жүр мартқа барып қайтайық дейді. Март деген сауда орталығымыз бар ғой. Кино көрейік десе, жүр мартқа барайық дейді. Шай ішейік десе, жүр мартқа барайық дейді. Сонда біреу айтады, Таразда марттан басқа жер жоқ па дейді да, баратын. Жоқ, марттан басқа жер жоқ дейді да, тек бәрі соған барады деген сияқты. Қарасақ қазіргі мынау қоғамда біздің түсіміздегі сауда саттық деген кезде базардағы жабайы базар емес, қазір бәрі сауда орталықтарына көшіп жатыр. Кәдімгідей жабық, әдемі ғимаратта, заман талабында. Енді бүкіл жастар да, бүкіл қоғамда сол сауда орындарында ғой. Сол сияқты мен өзім Иордания деген мемлекетте білім алғам. Сол жақта біздегі осы март сияқты сауда орталығын үлкен Мекке мол деген бар Иорданияда. Соның өзін толықтай уақыт қоры өздері салған, үлкен қылып. Ішіндегі бүкіл түсетін жаңа арендасы бар, табысы бар, бәрін уақыт қорына тікелей өтеді. Және де сонымен қоғамға, халыққа қайырымдылық жасалып отырылады, қарасақ. Қазір мынау өйткені кез келген ол базарда болсын, кез келген жерде саудагерлер ол жаңа орынды жалға алады. Ай сайын өзінің 100 000 теңгесі болсын, мысалы 200 000 теңгесі болсын, өзінің ақысын, арендасын төлеп отырады, квартира сияқты ғой. Енді бұның бәрін уақыт қоры жүйелеп, сондай сауда орталықтарын салып, соның бәрін уақыт қорына өткізіп жатыр. Мысалы, қарапайым мысал, Мекке қаласындағы Зәмзәм деген қонақ үй ба, үлкен үстіне сағат тұратын ең үлкен қонақ үй. Мысалы, соның өзін толықтай уақыт қорына беріп жіберген. Бір әлемдегі ең үлкен қонақ үйлердің бірі ғой, қарап тұрсақ. Ішінде базары да бар, қонақ үйі да бар, асханасы да бар, бүкіл нәрсесі бар, не керектің бәрі бар. Соның бәрінен түскен табыс қайырымдылыққа жұмсалады. Ал енді соның өзін жыл сайын қаншама жетімдер үйіне ол жерден, қаншама студенттердің жаңа оқу ақыларын төлеп береді, қаншама отбасылардың жаңа квартирасын төлеп береді, жаңа ай сайын жаңа азық ауқатын беріп тұрады деген сияқты қаншама мұқтаждардың қажетін өтеп беріп тұр да, бір ғимараттың өзі. Қарасақ. Енді Нұрлан сөз, мынау біздің тақырыбымыз сауданың исламдағы орны мен әдебі деп жатыр ғой. Шынымен де қарасаңыз, мына қазіргі таңда халықтың тіршілік көзі негізі сауда. Енді шындығын айтқанда бәріміз саудагерміз былай айтқанда. Әйтеуір бір нәрсе көріп қалсақ алып сатып, әйтеуір неғып жүрміз. Енді осы басты сауданың әдептері, шариғат қойған мысалға бар ма әдептері? Әрине. Енді жаңа сіз айтып отырсыз, бұл сауда біздің басты өміріміздің тіршілік көзі деп. Әрине, мысалы үшін ислам ғалымдары ішінде айтқан бір сөз бар. Ғалым өмірде жалпы адамның қоғамда өлмейтін 3 кәсіп бар дейді. Егіншілік, мал шаруашылығы және осы сауда саттық. Енді әрине сауда саттық болғаннан кейін бұл адамдардың арасындағы қарым-қатынас. Бұл жерде міндетті түрде өзіндік шарттары болады, әдептері болады, өзіндік сақталу керек жайттары бар. Ең біріншіден сауда саттық адал түрде болу керек. Сатып алушы алданбау керек. Мысалы үшін әдеби, бұл әдептердің бірі болып алданбау керек, сатып алушы. Әртүрлі жаңағыдай бір өзінің сапасыз затын дұрыс емес жарнамалап, оның да бойында жоқ бір сипаттарды, қасиеттерді қосып жіберіп жарнамалау, бұл біздің жаңағы шариғатымызға қайшы. Өйткені тұтынушы өзінің
алып жатқан тауарының нақты сипатын білу керек, шариғатта солай дейді. Мысалы үшін қандай зат бар, оның қандай айыптары бар, барлығы бірге айтылу керек. Енді білесіздер, пайғамбарымыз бірде бір базардан өтіп бара жатып, бидай сатып тұрған адамның жанынан өтеді. Сөйтіп жаңа бидайды ұстап көріп, ішіне қарай терең қолын тығып көрсе, асты жағы дымқыл екен. Пайғамбарымыз әлгі сатушыға ескерту жасайды, мынау неге сен дымқыл жағын үстіне шығарып қоймайсың деген кезде, ол кісі өзінің ақталып, кеше жаңбыр болып, жаңағы мен тауарымда осылай болып қалды деп айтқан уақытта пайғамбарымыз оған бұлай жасаудың дұрыс емес екендігін үйреткен болатын, айтқан болатын. Жаңа айтып өткеніміз, жоғарыда көргеніміздей, пайғамбарымыз шыншыл, сөзі шыншыл әрі саудада адал болған саудагер қиямет күнінде пайғамбарлармен, жаңағы нелермен, шыншылдармен, шейіттермен бірге болады деген. Сол үшін ең бірінші адалдық, шыншылдық болу керек. Алдау, жаңа сатып алу үшін, тұтыну үшін алдауға болмайды. Екінші, жалған ант су ішпеу. Бұл да бір өзекті мәселе. Мысалы үшін өзінің табарын өткізу үшін жаңағы ол қасиеті да жоқ болса да, болмаса жаңағы бұл тек менде ғана бар, уаллахи биллахи, бұның жаңағы сапасы керемет деген сияқты бір сөздермен жалған ант ішіп тауарын өткізу, бұл да біздің шариғатта тыйым салынған бір нелердің бірі болып та сауда-саттықтағы. Және де ең маңыздысы, Құранда көп аяттарда келеді, және Құрандағы бұрынғы өткен қауымдардың осы жер бетінен жоқ болып, немесе Алланың азабына ұшырауларының бір себебі таразыда алдау, жеу, кемітіп қалу, дұрыс өлшемеу, осының барлығы мынау сауда-саттықтың бір шариғат қойған нормаларына қайшы келетін нәрселер болып табылады. Одан кейін мынау қазіргі таңда, енді білмеймін бар ма жоқ па, спекулятивті әрекеттерге бару. Мысалы үшін қазіргі қоғамдағы өзекті саналатын ең маңызды әлеуметтік тауарларды өзі сатып алып, және бір жерге қоймаға сақтап қойып, оның бағасының көтерілгенін күту, қоғамда соның тауардың сұранысының артқанын күту, және де халықтардың арасындағы соған сұраныс артқаннан кейін, оның сәйкесінше бағасы да көтеріледі. Содан кейін барып, сол бағаны көтерілгенін күтіп, сол қымбат бағамен сату, бұл шариғатта тыйым салынған. Сол үшін де пайғамбарымыз кезінде анау ауылды жерлерден қалаға тауар алып келгендердің алдынан шығып күтіп алып, олардың қолдарына сатып алып, кейін сақтап қойып, қалаға келіп жаңа қымбаттатып сатуды да пайғамбарымыз сондай бір тыйым салған кездер болған. Бұл да өз кезегінде біздің мынау шариғаттағы саудаға қатысты қойған талаптарының ерекше бір түрі. Және де тұтынушы мен сатып алушыға жақсы көркем мәміле жасау. Бұл саудагердің енді бір әдептерінің бірі. Себебі сатып алушы әртүрлі жағдайда болуы мүмкін. Біреуі жаңа қиналып жүрген әлеуметтік осал топтың адамы болуы мүмкін. Ондай жағдайда оған жаңа қарызға беру, немесе жаңағы оған бір уақыт мөлшеріне беру деген сияқты, немесе арзан бір түсіріп беру бағасын, сондай бір жағдайды қарастыру. Бұл да біздің шариғаттағы жаңағы сауда-саттықтағы бір өте көркем мінездердің бірі болып табылады. Одан кейін барып, мынау тұтынушыны әдейі сауда тауарын алуға қызықтыру. Бұл енді мынадай, шариғатта тәнәжүш дейді. Мысалы үшін сатушымен бір өзінің адаммен келісіп алады, екеуі келіседі да, ол кісі жаңағы адам алатын адам сияқты болып, келген адамның жанында тұрады да бағасын көтереді. Мен 100 теңгеге аламын десе, ол 200 теңгеге аламын деп, осылайша арада ойнайды бағамен. Сөйтеді да жаңағы сатып алушы бұл неге қызығып, бір жағынан жаңағы бағаны өзінің бағасынан қымбат бағамен сатып алады. Міне бұл да біздің шариғатта өте тыйым салынған әрекеттердің бірі болып табылады. Бұған да бармау керек, жол бермеу керек. Енді жаңа айтып өткеніміздей, бұдан да басқа да көптеген әдептер бар сауда-саттықтың жалпы. Ол қазір өз кезегінде әңгіме барысында шығарыздар. Дұрыс айтасыз. Негізінде қарап тұрсаңыз, мынау өзі жаңағы көбісі алғанда туралып, кейін сатқанда кем сатып, таразыдан жеп, өлшемнен жеп, енді шыны керек анау Аллах Тағала аяттың өзінде азапталушылардың 3 түрін айтқан кезде, соның бір түрі сол саудадан жеуші, былай айтқан таразыдан жеуші, өлшемнен жеуші дейді ғой, Мутаффифин сүресінде. Алла ондайдан сақтасын. Енді көп адамдар бүйтіп ойлайды ғой, ұстаз, саудада жемесең пайда таппайсың деп. Енді бұл турасында шариғатымызда не дейді мысалға? Шариғатта енді бұл
әркім қандай кәсіп иесі болсын, ең бірінші жол ол адалдықты ұстану. Еш уақытта біреудің ақысына кірмеу. Өйткені шариғаттағы ең Алла тағала өзінің пендесін Аллаға қатысты мәселелерде Алла өзі кешіріп мейірімін алуы мүмкін. Намазы болса оқылмаған, ұсталмаған оразасы болса, енді бұл Алла мен өзінің арасындағы жеке байланыс болғаннан кейін Алла тағала пендесін, қалаған пендесін кешіріп өзінің мейірімін алуы мүмкін. Ал енді пенде мен пенденің арасындағы мәселе болған кезде Алла тағала ол мәселеге араласпайды. Ол жерде құлқ ақысы, иә, пенденің ақысы. Біреуді жаңағындай алдап кету, оның ақшасынан күн көру, пайдаланып қалу, қымбат бағамен сатып жіберу деген сияқты нәрсенің барлығы бұл біздің недегі шариғаттағы тыйым салынған әрекеттер. Оны баршамыз білеміз. Енді көпшілік саудагерлер білет оның дұрыс емес екендігін, бірақ енді пендешілік, қу дүние тіршілік деген сияқты мәселелермен осындай іс әрекеттерге барып жатады. 5 күндік жалғанда ар намысын былай айтқанда таразыға қойып жібереді дейсіз ғой. Ойпырмай, Құдай ондайдан сақтасын. Сол кездерде мысалы үшін қараңыз, кезіндегі мынау осы сауда саттық біздің шариғатта ең құпталған нәрселердің бірі деп айттым ғой. Адал сауда әсіресе. Абу Ханифа біздің ғалымдарымыз өздері саудамен айналысқан, жаңа уақып деген мәселесін айтпақшы. Абу Ханифа мысалы үшін өзінің ең зерек шәкірті Абу Юсуф сабаққа қызығып өзіне келіп жүргенін көреді, бірақ ол кезде енді әлеуметтік аз қамтылған отбасы, үйінің асыраушысы, анасының жаңағы күнделікті базарға барып жұмыс істеп келіп, 1-2 тиын тебенге жаңағы отбасын асырап отқан бала. Бірақ сабаққа да қызығады, күнде келіп сабақ алғысы келеді. Осыны көрген Абу Ханифа, жаңағы анасы оған шағым жасап келеді. Сен менің баламды күнделікті нәпақасына қағып отырсың. Ол барып жұмыс істеп бізді асырау керек. Сен оны біліммен қызықтырып, осы жерде қалдырып отырсың дейді. Ол саған барады күнде деп шағымданғаннан кейін Абу Ханифа жаңағы ол кісінің анасына айтады: сіз балаңызды маған білімге жіберіңіз, ол сізге күнделікті қандай табыс алып келіп отыр, мен сізге соны күнделікті өзім беріп отырамын дейді, өз қалтамнан. Осылайша беріп отырады. Сол айтады анасына: сіз көресіз, бір күні осы балаңыз сіздің сондай жетістікке жетеді, осы балаңыз патшалардың қолынан тәтті жейтін болады дейді. Әрине ол оқиға шынымен де орын алады. Бұл енді осы оқиғаны кітаптарда жазылу бойынша жаңағы Абу Юсуф бір патшаның қолынан, аты есіме шығып тұр, сол кездегі тәттіге өзінің несіне шақырады, дастарханына. Енді ол кезде Абу Юсуф сол кездегі өлкенің қазысы, яғни үлкен жоғары сот лауазымында болған. Бірге қазақ шақырды, сол кезде ол кісі қатты таңғалады, күледі дейді даже. Кезіндегі ұстазым Абу Ханифаның айтқаны міне келді дейді. Мен осындай патшаның қолынан тәтті жеп отырмын дейді. Міне енді бұл да жаңағы уақыпқа қатысты, сол бір өзінің саудасының бір бөлігін сол білім жолындағы балаға беріп, күнделікті табыс ретінде беріп оқытты. Бұл да өз кезегінде не болып табылады. Енді жаңағы айтып өтті, сіздің сөзіңізден шығатын нәрсе, саудагерлердің көркем мінезі, әсемдігі себептік. Қазір мынау білеміз, қаншама осы мұсылмандық келген елдер осы мұсылман саудагерлерінің арқасында мұсылмандықты қабылдаған. Индонезия, Шри-Ланка сияқты, мысалы үшін Азиядағы, Европадағы кейбір елдерге ешқандай жаугершілік барған жоқ. Мұсылман саудагерлер барды. Осы саудагерлердің көркем мінездерін, олардың қандай адалдығын, жақсы мәміле құра білгендігін көріп, сол кездегі жұртшылық, халық мынау қандай кереметтің, осындай көркем мінезге, осындай жақсы мәмілеге шақыратын осындай дін қандай деп қызығушылық танытып, кейін өте келе осы халықтар дінге, мұсылмандыққа келді. Міне бұл да сауда саттықтың шариғи жолмен адал жүрген жағдайда қандай өзіндік қоғамға, ортаға беретін пайдасының көп екендігін білдіреді. Машалла, ұстаз, жақсы айттыңыз, керемет. Сөздің басында айттық, шынымен де қарасаң, әр адам уақып жасай алады екен. Қандай жасай алады? Мен түсінгенім бойынша, сауда істесе әділ болса, оның бір уақып еткен екен де, яғни исламға елдердің қызығып, анау ислам туралықтың діні, адалдықтың діні, шыншылдықтың діні, әділдіктің діні екенін көріп, былай айтқанда иман ету. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, сендердің дейді, бір адам сендердің себептеріңмен ла илаха иллаллах Мұхаммад иманға келуі сенің былай дүниелік және ақыреттік байлығыңнан да қайырлы дейді. Міне көріп отырсақ, яғни әділ сауданың өзінде уақып жасауға да мүмкіндік бар екен, уақыпқа себепкер болуға да мүмкіндік бар екен. Не керек? Қоғамға пайдалы болуға мүмкіндік бар. Қазіргі қоғамда көп жағдайда орын алып жататын сауда саттықта
кейде адамдар жалғыз емес, бірлесіп серіктес болып істеп жатады. Бір екі адам, үш адам, төрт адам бірігіп бір кәсіп бастап жатады, бір сауда бастап жатады деген сияқты. Ортадан қаржы жинап жатады. Енді соның пайдасынан келген кезде бәріне теңдей бөліп жатады ғой. Бірақ көп жағдайда мынандайлар кездесіп жатады екен. Сол пайдасын мысалы төрт адам болып бірігіп кәсіп жасаса, енді пайданы беске бөледі екен. Төртеуі бір бөліктен алады да, бесінші бөлігін уақыт қылып қойған қайырымдылыққа жұмсап отырады ай сайын. Ондай да саудагерлер көп екен қоғамда. Қазір мынау саудагерлерге де осындай бір үгіт насихат айтсақ болады. Егер осылай бірігіп, жаңа серіктес болып кәсіп жасап жатқандар болса, сол пайдаларын бөліп жатқан кезде кішкентай бір бөлігін садақа деп, қайырымдылыққа деп бөліп қойса, Алла тағала иншалла кәсіпкеріне береке берсін. Машалла. Анау ойға бір нәрсе әдемі оралады да, бір ой. Шынымен де төрт адамның үлесінің бесінші үлесі, яғни төрт серіктестің бесінші серіктестігі Аллах, Раббымыз деген бір түсінік қой. Алла жолында жұмсап, мысалы қоғамға пайдалы болайық деп. Негізі шынымен де қарасаң, адам бір байыса да, адам бір жетістікке жетсе де, ол қоғаммен жетеді, елмен жетеді. Сондықтан ол елдегі шыны керек жетім жесірлерді, елдегі былай айтқанда мұқтаж адамдарды да ойлауымыз керек. Алла разы болсын, ұстаз, уақытыңызды бөліп келген есет. Аға, сізге де рахмет. Құда қаласа елімізде, жерімізде уақып ететін, былай айтқанда осы сауда саттығында уақып ететін, жаңағы шыны керек Меккені әдемі пример жасадыңыз. Сондай мысалға бізде де керемет сауда дүкендері бар. Хотя бәрін бермесе де бір секторын мысалға Алла разы болсын уақып етеміз. Осыдағы біздің табысымыз, былай айтқанда осы жердегі мұқтаждарға бөлінсін деп ниетпен иншалла солай әрекет жасайтындар көп болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Аллах тағала Алла жолында дүниесін сарп ететін саудагерлерді, сондай Алла жолында дүниесін сарп қылатын сондай бір әділ саудагерлерді көбейте берсін. Рахмет.